Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге үстеу тақырыбын түсіндіремін. Ағылшын тілінде үстеу дегеніміз the adverb деп аталады. Үстеу дегеніміз қимыл әрекеттердің түрлі белгісін білдіретін сөз табы болып табылады. Ағылшын тілінде үстеудің 5 түрі бар. Олар adverbs of place, мекен үстеулері, adverbs of time, мезгіл үстеулері, adverbs of degree, мөлшеу үстеулері, adverbs of manner, қимыл сын үстеулері, adverbs of frequency, жиілік үстеулері деп аталады. Ең алдымен мекен үстеулеріне тоқталып өтейік. Мекен үстеулері іс әрекеттің қай жерде болып жатқандығы туралы мәліметтер береді. Мұндай түрге мына сөздер жатады. Here осы жерде, there сол жерде, above жоғарыда, somewhere бір жерде, everywhere барлық жерде, nowhere еш жерде деп аударылады. Келесі мезгіл үстеулеріне тоқталып өтейік. Мезгіл үстеулері қимыл іс-әрекеттің қашан болғандығын білдіреді. Мұндай үстеудің түріне мына сөздер жатады. Already әлде қашан, just қазір ғана, lately соңғы уақытта, still осы кезге дейін, then содан соң, soon жақында, today бүгін, yesterday кеше, tomorrow ертең деп аударылады. Келесі үстеудің түрі бұл мөлшер үстеулері. Мөлшер үстеулері қимыл іс-әрекеттің мөлшерін, сапасын білдіреді. Enough жеткілікті, very өте, little аз, much көп, hardly зорға әрең, almost дерлік, quite әбден деп аударылады. Келесі қимыл сын үстеулері. Бұл үстеулер қимылдың жүзеге асыру амалын білдіреді. Мұндай сөздерге мына сөздер жатады. Well жақсы, badly нашар, slowly баяу, politely сыпайы деп аударылады. Келесі үстеудің түрі бұл жиілік үстеулері. Мұндай үстеудің түріне мына сөздер жатады. Always әрқашан, usually әдетте, often жиі, sometimes кейде, never ешқашан, seldom сирек деп аударылады. Міне достар, бүгінге осымен аяқталды. Сіздерге бұл видео түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.